Қарғыс алма, алғыс ал. Көршілден ағылып жатқандардың алдынан алақайлап шықпаса да, жәрдем көрсетіп жатқан ел тұрғындарына Ресей азаматтары ризашылығын білдіріп жатыр. Бірінің суық күнде ыстық шайын бергені, бірінің тіске басар таратқаны көңілдеріне жылы ұшырап қалса керек. Мұхтар Өміртай толығырақ айтып береді. Шақырылмаған қонаққа шай берсеңде тамақ деуші еді ғой қазақ. Бірақ біздің жұрт лек-легімен ағылған ресейліктердің жатын орындарына дейін даярлап беріп жатыр. Мұнысына олар дән риза. Спасибо гражданам Казахстана за то, что вы помогаете, за то, что вы не бросаете в сложной ситуации. Спасибо вам большое. Кейбір келушілердің жалдамалы пәтермен қонақ үйлерге төлейтін қаражаттар жоқ. Ал бұл жағдайға бейжай қарамайтын еріктілер арнайы орындар әзірлеп, тіпті 100 адамға дейін қабылдап жатқан көрінеді. Көпшілігі Астана мен Алматыға қарай ағылып жатыр. Орал қаласында да қалғысы келетіндер көп. Кейбірінің жұмыс визасымен жұмысқа тұрамын деген жоспарлар да бар. Сыйға сый демекші, кейбір ресейлік азаматтар өз жерлестеріне қазақстандықтарға құрметпен қарауды үндеп жатыр. Самое главное, я хочу здесь посоветовать всем, кто приезжает, относиться с большим уважением к Казахстану, к людям в Казахстане и всему тому, что они для вас делают. Иә, қазақта шаңыраққа қара деген тамаша сөз бар. Бұл аталы сөздің төркінін мәжіліс депутаты Геннадий Шиповских тамаша түсіндіріп беріпті. Қазақ халқының салт дәстүрі, діні, тілі әрі мәдениеті өте қымбат болып табылатын дүние. Қазақ халқының тәуелсіздігі және қой үстінде бос тұрған азамат қалған заманы бүгінгі таңда қазақ халқына өте қымбат болып табылады. Сондықтан да құрметті шетелдік қонақтар, шаңыраққа қарайық, шаңырақ қазақтікі. Ел тұрғындарының пейілі кең, көңілі бай. Кезінде жер аударылып келгендердің аяғынан тік тұрып кетуіне сеп болған халық бүгінде ешкімнің кеудесіне итеріп, сыртқа теуіп жатқан жоқ. Ендеше бұл құрметтің қадірін қиғысау кезеңде отаннан кетуге мәжбүр болып, біздің елдің шапағатын көріп жатқандар жақсы түсінеді деген ойдамыз. Мұхтар Өміртай, Еуразия, бірінші арнасы.